Şehitimin gözü jас ekan, odamlarni aşırgan, hakimin o'z boshidan, ananing bag'ri jас ekan. Ansatgan jarlar, jас bo'lib oqqan zamondan, Samining bari vaqtida bo'lishim jarog'lar. Adamlar, qatalsınlar. Qatallıqdan nalaqsar qatarsınlar. Şolqızlıqdan zarığı başımganda men. Sendерді асылдар демем. Сипайда шашымнан деген жоқ. Тас екен жүректеріңде. Шыншылдық деген жоқ екен тіректеріңде. Өздерің оны көргізіп жасырғанменен мейірімге сараңсыңдар. Мейірімге сараңсыңдар. Түбі содан жазымда табарсыңдар. Әділеттен жұрдайсыңдар. Тақсыретін тапмай бір тынбайсыңдар. Шалататып сендерге жүгіндім барып. Тас мүсіндеріне түңілдім алып. Тағдыры мені тектейді, елеңдетпейді. Бейжайлықтарын қорқытты кереметтегі. Мен емес, сендер екенсіңдер бүгінгі ғарып. Не деген пасық едіңдер? Шуақсыз құрайын емес пе, жасыл едіңдер? Мейірім аңсап, жүрегім қансырап тұрған. Зұлымдықтарымен қамшылап тынған. Жанымда үміт, сенімдер түгесілгенде, лақтырып тастап, кеттіңдер күресін жерге. Сендерден байлық сұраман, өліп кетсеңдер. Алтындарыңды алмасын төгіп кетсеңдер. Мейірімге ғана мұқтажмын. Білесіңдер ме? Мейірімге ғана мұқтажмын. Анда жауған жауғанда, анадан жақын жан бар ма? Арманды екен анасы, жанымда жүрген жандарда, аңсатқан жанға
үлкен қалаға барады. Мұндағы үлкен профессор диагнозды растап, балаңыз биологиялық қоқыс болады деп жайып салады. Осы сөздер себеп болды ма? Жоқ әлде басқа нәрсе ме? Мен білмеймін. Мамам мені пакетке салып, тұншықтырып өлтіруге мәжбүр болады. Кейіннен тексеріп келгенде дәрігерлердің қойған екінші диагнозы жоқ екені, олардың қателескені анықталды. Жоқ, мен дәрігерді де, анамды да тіпті ешкімді кінәламаймын. Маңдайыма жазылғаны осы шығар. Мен қайдан білейін? Ал мен негізі мамам мені ертіп көршінің үйіне барды. Сол үйдегі ағамен отырып арақ ішіп отырғандарға ойын баласы оны сұрап кедергі жасайды ма екен? Кім білсін? Олар баланы қатты іздеп жүреді. Ұшып түскен бала басымен еденге құлап есінен танып қалады. Олар баланың өліп қалды деп ойлап, жанып жатқан пештің ішіне салып жібереді. Жұмыстан келіп, баласын іздеген әкесі көрші үйінің пешінен баласының жанып кеткен сүйектерін тауып алады. Аңсатқан жанды, жас болмақ қанжарда, сәбидің бәрі бақытты болуы үшін жаралған. Кеттім мен сендерге не жаздым? Анашым ай осыншалық неге аздым? Шатырыңнан сәл кенері көніктен, көрсетпедің басқа әлемді неге аздым? Құлақ салшы, құрсағында бүрлеген, шараданның бір күнін сүрмеген, сыртқы әлемнің салқындығын сезуші едім, бірақ мұнша суықтығын білмеген. Сен жылдар деп тәнін ұстаса, алдандың ғой, жұрт сөкпесе сыздаса. Кім еді? Айтшы соны анашым, сүтке толы ақ бабамды сыздаса. Әділдікпен туа сала өлмедім, маған неге сұлу есім бермедің? Шілдехана жасамады әкемде, атамның да түрін неге көрмедім? Әжетайым, жанымды алдың кіндігімді жұлмала, құдығыма асықсырма жылдама. Бесігіңе бөлеп қойсам мен сені, мазаңды да алмаушы қойын бөлем. Әулетіңді тұздай қыртып жоймақ мен, тілегімді қабыл қылып қойды әттең. Әңгеме лықтырарда көліктің аспанға ұшып кетеді деп ойлап мен. Ей адамдар, мен жолдамын, мен ұмытып кетпеңдер, аза тұтып жатыр маған көк перде. Тым құрыса аспандашы миымды, жинамасын кетсеңдер. Жазығым не менің мамам, жазығым не менің мамам, жазығым не менің мамам. Мамалар, мен өтініп сұраймын, сәбилеріңізді тастамаңыздаршы. Бақытты өмір сүрем деген үмітпен балта шаппаңыздаршы. Егер де бір себептермен тастап кеткен болсаңыздар, қайтып алып кетіңіздерші. Кішкентай сәби сіздердің армандарыңыз бен мүмкіндіктеріңізді жойып, тоқтату үшін қойылатын тосқауыл емес, керісінше алға жетелейтін себепші болсын. Өмірде кездесетін қиыншылықтармен сіздердің жарқын, бақытты болашақтарыңызға бірге жететін кішкентай сынақтар. Күнәсіз туған балалар, оларда қандай шара бар? Өзінен шыққан перзентті